1997 жылы 6 қарашада Пенсильвания штатындағы Камбрия округінің полиция бөлімшесіне менің 15 жасар Майк Поллок есімді ұлым жоғалып кетті деген уайыммен бір кісі келеді. Барлықтарыңа сәлем. Видеомыз басталмастан бұрын лайк басып, арнамызға тіркеле кетулеріңізді сұраймын. Ендеше, сіздермен бірге QRF ұжымы бүгін біз Майк Поллоктың жұмбақ жоғалуын қысқаша баяндап береміз. Майк Поллок 1982 жылы дүниеге келген. Ата-анасы Майк кішкентай болған кезде ажырасып кетеді. Солай ол анасының қолында өсіп, 1997 жылы әкесінің қолына барады. Майк әкесімен жақсы қарым-қатынаста болған еді. Сондықтан ол жайдан-жай маған айтпай кетіп қалуы мүмкін емес деп әкесі сұхбат береді. Алғаш болып, Грег Бэтчер есімді детектив баланың достары немесе өш ала алмай жүрген біреулер бар ма екенін зерттейді. Біз оның достарымен сөйлескен кезде, олар Майктың бұлай жасауға ешқандай себебі жоқ екенін айтты. Сол күні детективтер баланың соңғы уақыттары қызбен кездесіп жүргенін анықтады. Бұл оның алғашқы қарым-қатынасы еді. Содан соң детективтер қыздан Майк туралы сұрайды. Ол онымен таңертең сөйлескен екен. Майк сол күні Эндрю есімді қыздың сыныптасы әрі бұрынғы жігітімен аң аулауға шығатынын айтыпты. Негізі Эндрю мен Майктың бастары бір қазанға сыймайтын еді. Мектепте де Эндрю Майкқа күш көрсететін болған. Күндер өте берді. Пенсильвания полициялары баланы әлі де тапалмады. Адамдардың барлығы ең болмағанда бір айғақ тауып қалармыз деген үмітпен ормандар мен тоғандардың маңдарын толықтай қарап шықты. Бірақ уақыт өткен сайын үміт те азая берді. Әдетте жоғалған адамдардың ізінен тек қана жаман жаңалық табылатын. Полицейлер жолдарға тосқауылдар қойып, өтіп бара жатқан адамдардың барлығынан сұрады. Майктың суретін көргендер бірден бастарын шайқап, көрмегендерін айтты. Мына жағдайлардан соң бәрі бітті деп ойлаған кезде баланы көрген адам жолдан кездеседі. Ол соңғы рет Майкты қару ұстаған біреумен шахтаға қарай кетіп бара жатқанын көріпті. Полициялар оған Эндрюдің фотосын көрсеткенде, қасындағы адам осы секілді дейді. Мінекей айғақтар табылды. Ертеңіне полицейлер шахтаның маңын зерттеуге кірісті. Бұл аймақ өте үлкен еді. Сонымен қатар соңғы күндері бұл маңда тоқтаусыз жаңбыр жауғандықтан нақты дәлелдер табу қиынға соқты. Бірақ бір офицер осы сәтте бір нәрсені байқады. Жәшікке жақында ғана лақтырылған қоқыстар. Полицейлер солай жақындап қараса, ішінен адам қанының тамшысын байқайды. Медициналық топ қан тамшыларын, оған қоса жәшіктің ішіндегі қан тамған лай суларды да алады. Осылайша табылған нәрселер талдауға жіберілді. Қанның шынымен адамға тиесілі болғаны белгілі болды. Бірақ бұл нәрселер ДНК профилін алуға жеткіліксіз еді. Іздеу басталғаннан бірнеше күннен кейін полициялар жұмысқа иттерді қосты. Өз жұмыстарын жақсы атқарған жеті қазынаның бірі офицерлерді тоғанға қарай нұсқайды. Ол жерден арқасына оқ тиіп, тобықтары қатты байланған бір адамды табады. Стоматологиялық зерттеулер оның Майк Поллок екенін анықтады. Баланың арқасына жақыннан 12-лік калибрмен атқан. Жақын болғаны соншалық арқасына тиген оқтар жақ сүйектеріне дейін жеткен. Сонымен қатар денесінде түрлі көгерген жерлері де болыпты. Болжам бойынша баланы басқа жерде өлтіріп, осында сүйреп әкелген секілді көрінеді. Полиция көп ұзамай Эндрюді тұтқындап, тергеуге әкеледі. Онымен қоса қасына әкесі де келеді. Әкесінің көзінше бала ештеңе айта алмады. Сондықтан полицейлер оны тұтқындаудан басқа амалдары қалған жоқ. Содан кейін офицерлер Эндрюдің үйін тінтуге рұқсат алып, дереу сол жаққа аттанады. Біз кіреберісте келе жатып, көліктің артқы жағындағы бампердің жанында бір нәрсе ілулі тұрғанын көрдік. Жақындағанымызда бұл көлікте ілулі тұрған арқанның бөлігі екені белгілі болды. Бірнеше минуттан соң офицерлер үйден 4 қару, тағы бір арқан және Эндрюдің киімдері салынған сөмкелермен шығады. Солай бұл заттар дереу зерттеуге жіберіледі. 4 қарудың оқтары да Майкты өлтірген оқпен сәйкес келмейді екен. Және Эндрюдің киімдерімен де ешқандай дәлел табылмады. Енді қалған жалғыз нәрсе ол арқан. Арқан 3 бөлікке бөлінген. Біреуі Майктың тобығына байланған, екіншісі Эндрюдің көлігіне, үшіншісі Эндрюдің үйінен табылған еді.
микроскоптың көмегімен шынымен де үш арқанда бірдей екені анықталды. Осыдан соң офицерлер қайта Эндрюді тергеуге алады. Бізде дәлелдер бар деген кезде ғана Эндрю бәрін мойындайды. Бірақ ол әдейі істемегенін айтып ақталады. Эндрю құс аулап жүрген екен. Бір уақытта құсты көзінен тыс жіберіп алып, абайсызда Майкты өлтіріп қойыпты. Ол солай шошып кетіп, мәйітті жасырмақшы болады. Алдымен жапырақтармен жауып қойып, үйіне барып жақсы шешім іздейді. Бірақ сараптамада Эндрюге оқ 90 сантиметр жерден тиген дейді. Осындай қашықтықтан оны қалай көрмей қалды екен? Ол дүкеннен қоқыс жәшігін сатып алып, үйінен киім жіптерін алды да, заттарды мәйіт жатқан қылмыс орнына апарды. Арқан негізінен Б жоспары болды. Эндрю Майктың денесін қоқыс жәшігіне сияды деп ойлаған. Бірақ олай болмады. Сөйтіп арқанның көмегімен оны көлігіне байлап, сүйреп тұрып тоғанға апарады. Осылай жасаса, Майк ешқашан табылмайды деп ойлаған екен. Солай 1998 жылы Эндрю Каллахан өмір бойына бас бостандығынан айырылады. Бірақ кісі өлтіру кезінде бала 16 жаста болғандығын ескеріп, жаза 30 жылға дейін кешірілді. Осылайша видеомыз аяқталды. Лайк басып арнамызға тіркеле кетейік. Сонымен қатар, Telegram парақшамызға да жазылып кетіңіздер. Бізде осымен осы. Ендеше, сіздермен бірге болған және әрдайым бірге болатын QRF ұжымы келесі видеоларда кездескенше.